Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда бірсыпыра гүлдерімнің күтімі жайлы айтып өтем. Сонымен қатар гүлдерімді кесіп, тамырлатып және тамырлаған нәтижесімен көрсететін болам. Сонымен қатар біраз гүлдерім ауырып тұрғандарын емдеп, сол жайлы толық видео көрсететін боламын. Егерде парақшама тіркелмеген болсаңыз, менен шыққан пайдалы видеоларды бірінші болып көре аласыз. Тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз. Ал ең бірінші аглонемалардың күтімі. Аглонемалар осылай астынан жапырақ сарғайтады. Оның себептерінің бірі, ең бірінші аглонема қатты шөлдеп қалған жағдайда астынан жапырақ сарғайтып жібереді. Сонымен қатар, егерде аглонема гүліңізді қатты шамадан тыс шылқытып суғарып жіберсеңіз, онда тамыр шіріп, тоже астынан жапырақ сарғайтатыны бар. Сондықтан судың режимін бір қалыпты сақтауға кеңес беремін. Яғни, бір күні қатты шылқытып суғармай, бір күні шөлдетпей суғарып, бір уақытты ұстап алып, топырағын құрғатып, барып жаңағы құясыздар. Ең бастысы аглонемаларда жеңіл топырақ болу керек. Ауыр топырақты ұнатпайды, тамыры шіріп кетеді. Сонымен қатар тіке күннің көзіне қойсаңыздар, осындай жапырақта дақ қалып, ажық болып күйіп қалады. Сондықтан тіке күннің көзіне қоюға кеңес бермеймін. Жаздың күні ыстық жерді ұнатпайды, ол кезде де тез шөлдеп жапырақ сарғайтады. Ал қыстың күні салқын жерге қойсаңыздар да тамырына салқын келіп, горшоғы арқылы, онда жапырақ сарғайтатын әдеті бар. Сондықтан аглонемаларды жарық жерге қойсаңыз болды. Бір ыңғайлы жер таңдап алып, жарық жер, жеткілікті жерде жақсы өсетін гүлдердің қатарынан. Сонымен қатар жаңа жапырақ ашып, жаңа жапырақтардың түсі қанық болып өссін десеңіз, ең бірінші жарық жер және сонымен қатар тыңайтқыш беру керек. Тыңайтқыш үй жағдайында жасасаңыз болады, немесе жасыл жапырақтыларға арналған деген әртүрлі тыңайтқышты пайдалансаңыздар болады. Егерде осындай астынан бір-екі жапырақ сарғайып тұрса, ештеңе етпейді, оны алып тастайсыз. Егерде қатты жапырақтар бірден 5-6 жапырақтан артық сарғайып, жаңа жапырақ ашпай, жағдай қиын болып, тез арада сарғайып жатса, онда міндетті түрде тамырын ашып, тазалап алғандарыңыз дұрыс. Ал негізі аглонемалар осылай астынан 1-2-3 жапырақ кейде шығарып, шөлдеп қалған жағдайда артық жапырағын шығарып тұратын әдеті бар. Жарық жеткілікті жерге қою керек. Жалпы гүлдердің арасында күтім талап етпейтін гүлдердің қатарынан осы аглонемаларды жатқызуға болады. Бірақ та жасыл түрін жатқызар едім. Қызыл, ақ, сартовой түрлері кішкене күтім талап етеді де, ал мына жасыл түрлері жаңа жапырақ ашып, әрқашан қуантып тұрады және күтімді қатты талап етпейді. Топырақ, ыңғайлы жеңіл топырақ және тар горшок болса болғаны. Егерде алда гүл өсіруді жаңадан бастап және қандай гүл алсам деп ойласаңыз, онда осы аглонеманың жасыл сортынан алуға кеңес беремін. Себебі бірден қызыл сортын, ақ сортын алсаңыздар, кішкене олар күтім талап сұрайды. Сондықтан жасыл түрлерінен осы Silverbay деген, Maria деген сорттарын алып көрсеңіздер өсіріп, егерде жақсы өсіп жатса, онда қалған аглонема Creed деген сорттарынан алсаңыз болады. Осы аглонема Silverbay деген сорты үлкен гигант болып өседі, уже үлкен горшокқа өсіре беретін гүлдердің қатарынан. Ал мына сорттары кішкене бойлары карлик болып өседі, қатты бүйтіп биік болып өспейді. Сондықтан бұл сорттарына да байланысты бөлінеді. Мына аглонема Red деген қызыл сорттары да биік болып өспейді, гигант сорттары емес. Ал мына аглонема Maria дегені ол уже үлкен болады. Сондықтан бұлардың да сорттарына байланысты өзгеріп тұрады. Ал мына жерде келесі гүлдерім, менде Pentas деген гүлім, ал мына жерде Алеандра гүлім ақ түсі гүлдеп тұр.
Сонымен қатар осы бугенвилия гүлім де гүлдеп тұр. Бұл бугенвилия гүліне күн түсетін терезе болса болды. Осы күн түсетін гүлдер қандай гүлдер деп жатады? Осы пентас, бугенвилия, алиандра гүлдерін күн түсетін терезеге қойсаңыз болады. Енді жазда бірақ қатты 40 градус ыстықта терезенің алды ысып кетеді. Сондықтан ондай кезде кішкене көлеңкелеу керексіздер. Ал басқа кездерде негізі күннің көзіне қоя беретін гүлдердің қатарынан осы алиандра гүлін жатқызар едім. Сонымен қатар осы менде жаңағы клиенттің заказы кетіп жатыр. Әртүрлі түстерінен таңдап алды. Бұл лантана деген гүлдерім. Лантана гүл деген өте үлкен болып өсетін гүлдердің қатарынан, бірақ әбден кесіп тұрмасаңыздар, бұларда формасы өзгеріп, қисайып, өсіп кетеді. Сондықтан формасын шығарып, кесіп өсіру керек. Ал негізі жаңадан өсіріп көрем дегендер болса, осы гүліне қызықса, гүлдері өте әдемі пластмасс гүлдер сияқты көрінеді живой көргенде. Сондықтан осы лантана гүлін алып көрсеңіздер, кездессе өсіріп көрсеңіздер болады. Себебі бұл лантаналар гүлдеуі жақсы және тез көбейеді. Кішкене ғана отростка кесіп алып суға да тамырлатсаңыз болады. Ал мына жерде менде бірсыпыра гүлдерім. Бұл жерде негізі күтім талап ететін гүлдер де бар. Ал мына жерде аглонема. Аглонема гүлімді алдында отростка суда тамырлатып, осы топыраққа егіп қойған болатын, тамыры шығып бастады. Яғни стаканға еккеннің бір жақсы жері тамырын бақылауға болады да, одан кейін барып уже тамыры стаканға толғанда горшокқа еге береміз. Ал мына жерде кротонды мен стаканнан горшокқа енді жақында аудардым. Егер де кротон гүлін алғыңыз келсе, онда кеңес бермейтін гүлдердің қатарынан, себебі өте капризный деп айтуға болады, жапырақ тастайтын гүлдердің қатарынан. Себебі егерде осы кротон гүлін өсірем десеңіз, паутиний клеш деген шіркеймен дос боласыз. Себебі осы паутиний клеш осы кротон гүлін жапырағын жақсы көреді. Сөлін сорып алып, жапырақтарын астын тесіп тастайды да, бірден жапырақтары сарғайып түсіп құлай береді. Сондықтан постоянно обработка жасап отыру керек. Ол жайлы да алда айтып өтетін болам. Шіркейге обработка жайлы көрсетемін қоспаларын. Ал мына жерде пепероме варигатный, одан кейін осы аглонеманың сортының сабағы әппақ, бірақ қандай сорт екенін білмедім, бірақ менде өсіп жатыр, жақсы өсіп келеді, жаңа жапырақ шығарып. Бұл жерде кротон гүл кішкене күтім талап етеді, ал пепероме гүл вообще күтім талап етпейді, сондықтан алуға кеңес беретін гүлдердің қатарынан. Ал мына жерде калатея арвифолия деген сорты. Бұл арвифолияның бір жақсы жері үлкен болып өседі, бірақ күтім талап ететін гүлдердің қатарынан. Ең бірінші осы калатея арвифолиясын жатқызамын. Себебі өте жарықты қажет етеді. Бір жапырақ шықса, бір жапырақ сарғайтады. Топырақ дұрыс көптеген минералдар қосып отырғызу керек. Ал мына жерде калатеяның лансифолия деген сорты. Лансифолияның бір жақсы қасиеті бар. Ол күндіз жапырағын ашады, түнде жинайды. Намазшам деп те айтылады. Яғни намаз уақытында жапырағы ашылады дейді. Ал мына жерде менде папоротниктердің бәрі күтім талап етеді. Ауа құрғақтан жапырақ сарғайтады. Сондықтан суды тез арада құю керек. Және су шашып тұру керек. Ал мына жерде моншақ гүл дейміз. Аты ролли деп қояды. Ролли деген гүл өте күтім талап етеді. Себебі менде қатты бұлай керемет өскен жоқ. Средний болып өсті. Яғни суды көп құйып жіберсем, моншақтары босап, бұлбырап қарайып кете берді. Ондайын теріп тастасам да, суды көп құйып қоя бердім мен. Суды көп құйғанды ұнатпайды екен, себебі домалақ моншақ гүл деймін өзім, моншақтарына жаңағы суды бойында артығымен жинап тұрады екен. Жалпы шырмауық болып өсетін гүлдердің қатарынан осы ролли. Калатея гүлдерін жаңадан гүл бастап көріп жатсаңыз, алуға кеңес бермеймін. Кротон гүліне де кеңес бермеймін, ал пепероме гүліне кеңес беремін. Ал кеттік, келесі менде графтофилум деген гүлі. Осы гүлімді кесіп жатырмын, яғни
атроскасының қазір суға салып тамырлаған нәтижесімен көрсетемін және еккенімді көрсететін боламын. Міне осылай графтофилумнан 3 атроска кесіп алдым. Бұны кесіп формасын шығарып тұрмаса, бұл да ұзарып сүйкімсіз болып кетеді. Сондықтан осылай жақсылап кесіп алдым. Өткір қайшымен кесіп алам және лезвие пайдалануға болады. Өткір болса болды, кесіп алуға. Спиртпен бір сүртіп алсаңыздар болады қайшыңызды, лезвияңызды. Астыңғы 2 жапырағын алып тастап, суда тамырлататын болам. Мен жалпы гүлдерімнің біразын, көбісін деуге де болады, бірден суда тамырлатам. Себебі суда тамырлап жатқанын бақылауға болады. Ал топыраққа егетін болсам, ол жақта тамыр шіріп жатыр ма, тамыр дамып жатыр ма белгісіз болады. Сондықтан суға тамырлатқан мен үшін ыңғайлы. Үстінен кейде жапырақты төмен тастап қалған кезде осындай үстінен тепличка жасап қоятын әдетім де бар. Себебі графтофилум жапырақтарын тез төмен тастауы мүмкін. Жапырақтары жұқа болғандықтан стресске көп түсіп қалады. Алдына жаңағы графтофилумды кескен жерінен жаңа стрелка жіберіп, сабақ шығарып жатыр. Алдына жерде тамырлаған нәтижесі валя, тамырлап, жақсы көрсеткіш беріп жатыр. Яғни суда жақсы тамырлайды. Жарық жылы жер болса болды. Азанғы 1-2 сағаттық күн түсетін терезе мен үшін өте ыңғайлы. Себебі азанғысын бір күн түсіп жылылап кетеді ол терезені. Сол жерде жақсы тамырлайды менде. Ал енді мұнда атроскаларымды егетін болам. Бұл жерде өңшең аглонема гүлдерім атроскасы тамырлап тұр. Әдеттегідей суда тамырлаттым. Ал топырағына келетін болсақ, аглонема гүлдерінің топырағына міндетті түрде мен агробальт топырағын пайдаланам. Теравита топырағын бұрын пайдаланатын, бірақ кейінгі кезде суды дымқылдықты ұзақ ұстап тамыр шірт жіберетін болғандықтан агробальт жаңағы торф өте качество жағынан жақсы және өте жеңіл, тез жаңағы дымқылдықты бойына сіңіріп қалмай тез құрғайды. Сонысымен жақсы. Сондықтан атроска еккен кезде осы агробальт торфқа құр өзін ексеңіз болады, немесе 1-1 универсальный топырақпен араластырып және перлит араластырып ексеңіз болады. Осы аглонемаларға мен вермикулит жолатпаймын. Себебі вермикулит суды бойына ұзақ уақыт ұстап қалады да тамыр шіртеді. Ал аглонемалар ұзақ суды ұстап тұрған топырақты және ештеңкені ұнатпайды. Сондықтан мен осындай агробальтпен универсальный және перлитті аямай қосып, тамырлап тұрған атроскаларымды стаканға егетін болам. Яғни стакан уақытша тамырларының даму процесін көретін болғандықтан өте мен үшін ыңғайлы стакан. Тамыры жақсы дамып жатқаннан кейін горшоктарға аударып ала саламын. Одан кейін осылай егіп қойғаннан кейін тепличкаға кейде саламын, кейде жарық жылы жерге қойып қоям. Егіп болғаннан кейін тіке күннің көзіне қоймаймыз, міндетті түрде жарық жер болса болды. Ал мына жерде менде эпиция гүлім гүлдеп бастап жатыр. Қазір осыны кесіп, тамырлатып, нәтижесін көрсететін болам сіздерге бұйырса. Бұл эпиция гүлі қып-қызыл гүлімен ерекше және келген елдің қып-қызыл гүлімен көзін өзіне тартып, көзді алатын болады. Пиалка тұқымдас болып келеді. Жапырақтары түкті болады. Бірақ өзінің қызыл түсті жапырағы мен қызыл түсті гүлімен өте ерекше болып, гүлдердің арасында ерекшеленіп тұрады. Егер де осы эпиция гүлін өсіріп көрем десеңіздер, алуға кеңес берем. Себебі бұларға тар горшок, жарық жер болса болды. Бірақ та бір минус жағы бар. Многолетний емес, жаңағы 1 жылда, 2 жылда уже формасы кетіп, түрі қашып кетеді. Сол кезде уже кесіп атроска алып қалып, жаңартып тұру керек. Сондай әдеті бар. Бір гүлдегенде әдем болып гүлдеп жайқалып өсетте, одан кейін уже жапырақты сарғайтып, формасы кетіп, қисайып, уақыт келе өсетіні бар. Егер де жаңағы гүліне қызығып алам десеңіздер, алып өсіріп көруге кеңес беретін гүлдердің қатарынан.
кескен атросканы бірден топыраққа ексеңіздер де тамырлай береді. Себебі суға қарағанда топырақта да өсе беретін гүлдердің қатарынан жанына топыраққа горшок қойып, жанына топыраққа тигізіп қойсаңыздар да топыраққа тиіп кетсе болды, ары қарай алып кететін гүлдердің қатарынан. Бірден осындай топыраққа да өсіріп көрдім. Олай да тамырлады. Жаңа жапырақ ашып бастап жатыр. Жалпы суда да тамырлай беретін гүлдердің қатарынан. Негізі бір жапырақтан көбейтуге болады дейді. Мен бірақ бір жапырақтан көбейтіп көрмедім. Маған осылай жаңағы кішкене етіп атроска кесіп алып, суда тамырлатып, немесе топырақта бірден тамырлатқан өте ыңғайлы. Ал мына жерде суда тұрған атроскаларым біразы тамырлап тұр. Жаңа айтқандай, мен суда көп процентін гүлдерді тамырлатамын. Мына жерде епиция гүлі тамырлап тұр. Осындай гүл болып, жаңа көрсеткендей қызыл гүл ашатын тез тамырлайды. Бірақ тамыры өте нәзік болады. Фиалкан гүл сияқты тамыр қатты көріне бермейді. Нәзік болады. Одан кейін менде Monstera Monkey Mask жаңадан тамырлатуға қойған болатын. Осы гүлдің атроскасы бұл әлі қатты тамырлай қоймапты. Ал мына жерде менде фуксия гүлі, қазақша сырға гүлі дейміз. Гүлі өте әдемі, ерекше гүл. Бұл да бірақ үлкен болып өсетін многолетник гүлдердің қатарынан жатпайды. Тез арада осылай кесіп, атроска жасап, тамырлатып тұрмасаңыздар, бұл да қисайып өсіп кететін гүлдердің қатарынан. Топырағын жеңіл қылып жасағандарыңыз дұрыс. Агровальд, Кара, Перлит және универсальный топырақта жақсы өсетін гүлдердің қатарынан. Егер де гүлдейтін гүлдерді жақсы көремін десеңіздер, осы сырға гүлі, фуксия деп аталатын гүлді алсаңыздар, өте тез арада көз алдарыңызда өсетін гүлдердің қатарынан. Тамыр жүйесі де тез өседі, тамырлауы да тез, өзі де бойы тез өсетін гүлдердің қатарынан, және гүлдеуі де тез. Осылай сырға гүлі болып, салбырап, гүлдерін салбыратып, жақсы гүлдейді. Гүлдейтін гүлдерге қызықсаңыздар, сонымен қатар бугенвилия гүліне алсаңыздар болады. Менде бұл варигатный бугенвилия, яғни жапырағы ала жапырақты бугенвилия. Сонымен қатар гүлдейтін гүлдердің қатарынан катарантус гүлін өсірсеңіздер болады. Себебі катарантус гүлі әрқашан қысы жазы гүлдей береді. Вечно цветущий дейміз. Бұл жерде менің атроскаларым. Ал мына жерде менде мен мына гүлімнің атын ұмытып отырмын. Әйтпесе мен 100% гүлдерімнің атын бәрін білуші едім. Осы гүлімнің аты қазір есіме түспей жатыр. Бұл сары гүл ашады және көбейтілу жолы тез, осындай қысқа етіп кесіп алсаңыздар, тез тамырлай береді, тез өседі. Бұл гүлде бірақ жаңағы үлкен болып, қатты биік болып өспейді. Уақыт келе, жыл келе жаңағы тамыры тар горшокта өте ұнатпайды. Сондықтан кең горшокты талап етіп, жиі пересадка жасап отыру керек болады. Яғни тез өсетін гүл болғандықтан бір жылда уже тез горшок ауыстыру керек болады. Тамырлауы өте жақсы. Суға салсаңыздар тамырлайды. Бірақ кішкене тез тамырламайтын, ұзақтау тамырлайтын гүлдердің қатарынан менде 1,5 ай уақыт тұрып тамырлады. Осының атын ұмытып отырмын. Естеріңізде болса, комментарияға жазып өтсеңіздер, рахметімді айтар едім. Гүлдейтін гүлдердің қатарынан және осылай мен суда тамырлаттым. Суда менде 1,5 ай уақытта тамырлады. Кішкене тамырлары қатты болып келеді және жуанырақ болып келеді. Жіңішке нәзік тамырға жатпайды. Күтім талап етеді, себебі жарықты көп талап етеді. Жарық жеткілікті және қыстың күні күн түсетін терезені ұнатады. Жарық жеткіліксіз болса дұрыс өспей қалады әйтпесе. Ал мына жерде гүлдерімнің біраз күтімі, біразы тамырлап тұр екен. Бұлардың бәрі жарық жерде орналасып тұр. Яғни кішкентай атроска болсын, гүлдер болсын, жарық жеткілікті жерге қоямыз. Ол жақсы өсуіне әсерін береді.
және тамырлауына да әсерін береді. Көбісі ойлайды жылы жерге қойсам болды, гүлдің өзі тамырлай береді деп. Ал ол жарық жеткіліксіз жерде тұрса, жаңағы жарық дұрыс жетпесе де тамырлау қиындау болады. Драцена гүліне суды көп құйғанды ұнатпайды. Сондықтан толық 100% топырағын құрғатып барып құямыз. Осындай варигатный түрі менде жапырағы жарыққа байланысты жылтырап және алалығын беріп тұратын драцена. Бұйырса үлкен горшокқа ауыстыратын боламын. Ал мына жерде менде жаңағы епица тамырлатуға қойған болатын. 2 жапырақ шығарып бастады деп едім ғой, сол енді жақсы 4 жапырақ шығарып өсіп қалды. Бұйыртса горшокқа ауысатын уақыты келіп қалды. Тамыр жүйесі жақсы, бірақ епица гүлі фиалка тұқымдас болғандықтан өте тамыры нәзік болады. Кішкене болғандықтан көбіне стакан сыртынан біліне бермейді. Көбінен үстінен 2 жапырақ жаңа жапырақ ашып жатқаннан білуге болады жақсы дамып жатқаны. Мұнда менде аглонема сел бербейді. Мен суда тамырлатып стаканға ектім. Ал тамыр жүйесі осылай астынан дамып бастап жатыр, бірақ қатты үлкен болып көріне қойған жоқ, әлі горшокқа егуге ерте. Филодендрон деген гүл менде. Филодендрон деген осы бір жапырақпен алып тамырлатуға қойған болатын. Бір жапырақ болғанда сабағымен қосып алынған болатын. Жаңа жапырақ шығарып бастап жатыр, бірақ осы жерде бір жапырағы шығарғаны жаңағы сарғайып мазасы болмай тұр. Жаңадан егілген кезде ондай болады. Кейбір астынан жапырақ сарғайту қалыпты жағдай. Тамыры әлі дамымаған, соған қарағанда өте ұзақ уақыт тұратын сияқты. Ал мына жерде драцена широколистная деп айтамыз, яғни жапырақтары үлкен болып өсетін. Бұл сорты үлкен болып өседі, гигант болып. Ал мына жерде менде псевдоренторум деген гүлдің варигатный түрі, яғни жапырағы жасыл мен ақ болғандықтан ала түрі. Гүлдейді, фиолетовый майда гүл ашады бұл. Мына жерде менде аглонеманы тамырлатып барып стаканға еккен болатын. Тамыр жүйесі аз ғана шығып бастап тұр. Әлі үлкен горшокқа егуге ертелеу. Ал мына жерде менде бальзамин мукриванка бұйыртса гүлдейіп бастайды, себебі енді жақсы өсіп бара жатыр. Үстінен атроска кесіп алдым да суға тамырлатуға қойған болатынмын. Әйтпесе ұзарып өсіп кетеді. Әлі тамырлай қоятындай уақыт болған жоқ, бірақ әйтеуір түбі босап кетпей суда тұр. Бұйыртса тамырласа тамырлаған жайлы көрсететін боламын. Ал мына жерде графтофилум гүлі кішкене жапырақ төмен түсіріп стресске түсіп тұр, бірақ ештен кетпейді. Салафанға салып қойса жапырағын ары қарай көтереді, және сонымен қатар егерде тамырласа ары қарай тағы да жақсы өсіп кетеді. Тамырласа жапырақтары да жоғары өсіп бастайды, яғни жоғары көтеріліп бастайды. Ал мына жерде менде сингонимнің шоколад деген сорты, жапырағының түсі осындай шоколадный түс. Бұл сингонимдар мені жақсы тамырлайды, себебі өзінің сорты сондай суға тисе болды тамырлап кетеді, топыраққа тисе болды тамырлап кетеді. Өзінің ауадағы тамырлары бар, сол арқылы тез тамырлайды. Осы сингоним шоколад деген сорты гүлдердің арасында түсі ерекше болып, шоколадный түс болып ерекшеленіп тұрады. Сонысымен жақсы. Және тез тамырлау, сонысы жақсы. Ал мына жерде менде малачай гүлін су көп қойып, ауырып тұрған жерінен атроска кесіп алып қалып, емдеп алып қалған болатынмын. Осы атроскасын суға тамырлатуға қойдым. Әзірше тамырлаған жоқ. Ұзақ уақыт тұратын сияқты. Жалпы малачайлар кішкене ұзақ уақыт тамырлайды екен байқағаным.
басқа гүлдерге қарағанда. Астынан бір жапырақ сарғайту қалыпты, кескен кезде кей гүлдер стресске түсіп, бір жапырақ сарғайтып жіберуі мүмкін. Ең бастысы жаңа шығарып жатқан жапырақ сарғаймаса, бірден 5-6 жапырақ сарғаймаса болды. Негізі әр гүлдің өзінің күтімі болады. Соны біліп алсаңыздар, өте оңай өсіру. Негізі мен гүлдерді байқасаңыздар, әдемілік, аққұшпаға қызығып отырғызып қоймаймын. Себебі маған гүлдің өскені керек. Бірінші кезекте оларды стаканнан бастап өсірем, байқасаңыздар. Одан кейін транспортировочный горшокқа, одан кейін барып аққашпаға егемін. Себебі гүлдің жақсы өскені қажет. Сонымен қатар гүлдің жақсы өсуі үшін осындай биогумус пайдаланам, яғни гүлдің тамыр жүйесінің жақсы дамуына арналған биогумустың сұйық түрі. Гүл сататын дүкендерге барып, тыңайтқыш іздеген кезде осы биогумустың сұйық түрін гүлдерге пайдалансаңыздар, бұлар ешқандай зиянсыз, қоспасыз, яғни органикалық тыңайтқыш ретінде жүреді. Сондықтан гүлдің барлық түріне қолдануға болады. Кактустан басқасына суға араластырып, артында инструкциясы бойынша суға араластырып құйсаңыздар, өте гүлдеріңіздің тамыр жүйесі жақсы дамып, жаңа жапырақ ашып, және жапырақтарының түсі қанық болып өсетін болады. Сондықтан осы биогумустың мен сұйық түрінің нәтижесін байқағаннан кейін сіздермен бөлісіп отырмын. Сонымен қатар тағы бір тыңайтқыш деуге болмайды. Осы зеленый мыло дегенді пайдасын көрдім. Бұл зеленый мыло деген гүлдерге тыңайтқыш емес, гүлдердің жапырақтарына шашуға, сүртуге арналған. Бұл профилактика ретінде жүреді. Шіркейден сақтайтын алдын алады. Себебі гүлдердің жапырақтарын асты үстіне шіркей жиі түседі, ауа құрғақтан түседі. Сондықтан егер де шіркейден алдын алу сақтаймын десеңіздер, осы жаңағы зеленый мылоны суға араластырып, инструкциясы бойынша шашып, немесе жапырақтарын мақтамен суға араластырылған зеленый мыломен сүртіп шықсаңыздар, өте жақсы әсерін береді. Себебі жаңағы жапырақтың артына осы зеленый мыломен сүрткен кезде бір пленка образоваться етіледі, яғни бір белгілі бір пленка жабысып тұрған сияқты болып әсерін береді да, гүлдеріңізге шіркей түспейтін болады. Әрі жапырақтарыңыз жылтырайды. Ал мына жерде менде сингонимның Imperial White деген сорты. Осы Imperial White деген сорты өте ерекше көрінеді, бірақ өте күтімді талап ететін сорттарынан бірі. Себебі сингонимның жаңағы варигатнысын жоғалтып жібереді, жасыл жапырақты болып кетеді. Егер де жарық жетіспесе, ақ ала жапырақтарын шығармай қояды, осындай жасыл жапырақты болып кетеді. Кейде осы сингоним Imperial White'тың бір жаман жері ақ жапырақ шығарып кетеді. Ақ жапырақ шығарған жапырағы бір апта ғана өмір сүреді да сарғайып кетеді. Сонысы жаман. Әйтпесе былай тез өседі. Ал мына жерде сингонимның Red Spot деген сорты өте жақсы. Себебі ешқандай алалығын жоғалтпайды, ешқандай жапырақ сарғайтпайды, және тез көбейеді, және тез көбейтіп, кесіп, тамырлатып сатуға өте ыңғайлы екен. Себебі мен осы Red Spot сортынан постоянно 10 шақты отростка кесіп алып, тамырлатып сатып жүрмін. Отростка сатып айлансам деген қыздарға осындай неон деген сорты, немесе жаңағы Red Spot деген сингонимдар жалпы отростка кесіп сататын, айлансатын адамдарды бәрінде болған дұрыс. Себебі тез тамырлайды, тез өседі. Жарық болса болды бұл сингонимдар. Жаңадан гүл өсіріп бастаймын, қай гүлден бастасам болады, қандай гүл алсам болады десеңізде, ұнаса осы жасыл жапырақтыларға арналған деген сортынан бастауға болады. Одан кейін барып жаңағы Imperial White варигатный түрлерін алсаңыз болады. Сонымен қатар менде осындай бір ерекше альтернатора деген гүлім бар. Өте ерекше, көбісінің көзі
түседі, себебі өзінің жапырағындағы осындай розовый түсімен ерекшелігімен көзге түседі. Өзім де осы розовый түсіне қызығып іздеп жүріп алған болатынмын, және сонымен қатар тез көбейеді. Бұл альтернатера деген гүл өте ерекше гүл, көп кездесе бермейтін гүлдердің қатарынан, дүкендерде сатылымда көрінбейтін гүлдердің қатарынан. Қазір толық айтып өтемін ол жайлы да. Ал мына жерде менде сингоним шоколад деген сорты шоколадный болып ерекшеленеді. Жаңа шыққан жапырағы осылай қызғылт болады. Кейде кейбір жапырақтары осылай қою жасыл болып, кейде ақшыл жасыл болып, қызғылт болып, әртүрлі түс беріп, бір өте гүлдердің арасында ерекшеленіп тұратын гүлдердің қатарынан. Тез өседі және тез тамырлайды. Жаңа айтып өткендей, сингоним осы шоколад сортында алып көріп өсірсеңіздер болады. Және бұл бір жақсы жері шұрмауық болып кетпейді, кустовой болып өседі. Сонысымен жақсы, яғни бірнешеуін бір горшокқа егіп өсірсеңіздер пышный болады. Тамырлату жолы да осындай қысқа етіп кесіп алып, ауадағы тамырымен суға салсаңыздар тез тамырлайды. Жалпы топырақта да тамырлай береді. Сингонимдар тез тамырлайды. Міне сингонимді мақтайтындай бар. Қараңыздар, тамыр жүйелерін тез ақ суға тиіп кетті болды, тамырлай береді. Бір осы сингонимнің шіріп жатқанын көрмеппін. Осылай суға түссе болды, топыраққа тисе болды, тамырлап мені қуантады. Мен уже қанша жыл болды осы сингонимдарымды кесіп, тамырлатып өсіріп жүрмін. Мына қысқа кетіп, арасында кесіліп кеткені сарғайып тамырламады. Себебі астындағыдай үлкенірек етіп алуға кеңес беремін. Өздеріңіз байқағандай, нәтижесі қысқа кетіп алынып кеткен жерден тамырлауы аз процентта, ал мына үлкенірек қылып кесіп алғандарым бәрі тамырлаған, яғни жаңағы үлкенірек етіп кесіп алған дұрыс. Өзімнің тәжірибеммен бөлісіп жатырмын сіздермен. Енді менің парақшамда көптеген оқырмандарым жаңа гүл сатып айланысатындар бар, үйінде гүлдерін көбейтіп, артығын сатып айланысатындар бар. Соларға кеңесім болсын деп тәжірибемді айтып жатырмын. Парақшамда әрдайым пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Сол үшін қоңыраушаны басып, тіркеліп алсаңыздар, көптеген алда видеолар шығатын болады. Сосын гүл сататындарға, отростка сататындарға айта кететінім, осы сингонимнің сортовой түрлері сұранысқа ие, себебі көбіне гүл дүкендерде Голландиядан келе бермейді. Көбіне байқасаңыздар, Голландиядан бір қалыпты гүлдер келеді. Дол, ружинский счастье, антурим сияқты гүлдер, орхидея. Ал мынандай сортовой сингонимдар өте редко келеді, және сортовой сорттары тамырлатуға жақсы және сұранысқа ие. Себебі жаңағы мен сингонимнің сортовой сорттарымен айланысып та жүрмін қазіргі уақытта. Себебі тамырлау жеңіл және тез арада тамырлайды, және шіру жаңағы қаупі азырақ. Сондықтан осы сингонимнан жаңағы сатып бастасаңыздар болады, егерде отростка сатып айлансам дегендер болса. Енді кейде өзімізде де сингоним болады, артық гүлдерімізді көбейіп кетсе, басқа гүлмен айырбастауға немесе сатып жіберуге көбейтетініміз бар. Сондай жағдайда осындай сингонимнің сортовой гүлдері өте жақсы, себебі көп сұранысқа ие. Осындай red spot дегенді жаңағы тамырлап тұрғандарын бәрін стаканға егіп шықтым. Стаканға егуімнің себебі тар горшокта жақсы өседі, және тамырының бақылауына жақсы, және клиентке де осылай тамырын сыртынан көрсетіп бергенге жақсы. Кейбір клиенттер өзі қолдан өсірілген осындай тамыр жүйесі жақсы дамыған отросткаларды алғанды жақсы көреді. Өзі басынан бастап қолдан әр жапырағына қуанып өсіргенді жақсы көретін клиенттер де бар. Ал енді мынау жаңағы Imperial White деген сорты да тез көбейеді, тез тамырлайды, тез өседі, бірақ кішкене жарық талап ететін гүлдердің қатарынан. Сингонимдар жалпы тез тамырлайды.
Ал мына жерде менде Red Spot деген сорты. Бұл Red Spot деген сортын да алып өсірсеңіздер болады. Одан кейін Neon деген сорттар бар. Әртүрлі сорттарын алып өсіріп көрсеңіздер, осылай тез тамырлап сіздерді қуантатын болады. Ал мына жерде менде Pseudoranthorум деген гүлім. Ол Pseudoranthorумды мен постоянно қырқып алам. Қырыққан сайын бұл қалыңдап маған отростка беретін болады. Себебі өзі бір ерекше гүл. Осы жерде жарық жерде тұр. Өткенде шөлдеп қалып, жарық жетіспейтін жерде тұрып, жапырақтарын бәрін төгіп жіберді. Жалпы суды жақсы көретін гүлдердің қатарынан. Осындай жерінен кесіп суға салсам тамырлайды. Ары қарай қалыңдап шыға береді. Мына жақтарын астын бәрін мен кесіп алған болатын. Енді бұйыртса үсті жағын кесіп алсам, асты жағынан да қалыңдап шыға береді. Үстінен де қалыңдап шыға береді. Кескен сайын қалыңдайды. Ал мына жерде менде терезе алдында тұрған жарық жақсы түсетін гүлдердің қатарынан Epipremnum мен Pseudoranthorум гүлім. Терезеге жарық жақсы түссін деп терезеге жақын орналастырып қойғам. Жарық жеткіліксіз болса, түсі өзгеріп, түсі әдемі емес болып кетеді. Ал егер жарық жеткілікті болса, түсі өте бір ерекше бір түс береді. Қазіргі уақытта жарық жерге қойдым, енді түсі өзгеретін болады бұйыртса. Содан кейін мына таяқ болып қалған жері қалыңдайтын болады. Тар горшокты ұнатады, артық су құйғанды ұнатпайды, бірақ та шөлдеп қалғанды тіпті ұнатпайды. Жапырақ тастап жібереді. Сондықтан суды топырақ беткі жағы құрғады, болды, құямыз. Фиолетовый гүл ашады, майда болып ашады. Бір рет менде гүлдеген болатын. Бірақ та гүл өсіргеннен хабары болған адамдар өсіріп көрмесе, былайынан өсуі қиындау гүлдердің қатарынан жатады. Себебі өте күтімді талап етеді. Су шашып тұру керек жиі. Ауа құрғақтан да жапырақ тастайды. Жиі жарық талап етеді. Жарық жетіспесе де астан жапырақ сарғайтады. Шөлдеп қалса жапырақ тастайды. Содан кейін шамадан тыс суды бір құйып жіберсеңіз де, онда да жапырақ тастайтыны бар. Сондықтан бұл гүлді формасын келтіріп, бетіне қарап, әлпештеп күтім керек. Мынаны қараңыздар, фиолетовый болып тұрғаны, жарық жеткілікті болса, осындай фиолетовый болады. Міне, жарық жеткілікті болу керек бұл гүлге. Әйтпесе осындай түсі қатты фиолетовый емес, қанық түс емес болып қалады. Міне осы жерден үстіңгі жағынан отростка кесіп алайын деп жатырмын. Қазір тамырлатуға қоятын боламын. Суға тамырлатам, бірден суда тамырлатқан мен үшін өте ыңғайлы. Себебі суда тамырының қалай дамып жатқанын бақылауға болады. Екінші отросткамды кесіп алдым. Қатты үлкен қылмай, қатты кішкентай қылмай, средний етіп кесіп алдым. Ары қарай ол қалыңдап өсетін болады, оны еш уайымдамаймын. Міне осылай тамырлатуға қойып қойғаннан кейін барып тамырлаған нәтижесі, яғни жарық жерде тұрса фиолетовый түс шығады, яғни түсі қанық түс болып шығады, ерекше болып бір түс береді. Міне тамырлады, өте тамырлауы жақсы. Ал мына жерде менде Бугенвилия деген гүл. Бугенвилия гүлін жаздан күні далаға шығарып тастаймын, себебі үйде жапырақ тастап, гүлін тастап, мусор көп шығарады. Егер бугенвилия гүлін өсіремін десеңіздер, жиі терезенің алдында мусор тазалауға, жапырақ гүлін тазалауға дайын боласыз. Себебі жиі жапырақ гүлін тастап тұратын листопадный жапырақ гүлдер дейміз ғой, соларға жатады. Бұл бугенвилия гүлі үлкен болып өседі, жылы жақта өсетін болғандықтан жаздың күні жақсы гүлдеп, қыста да гүлдей береді. Жарық күн түсетін терезе болса, жалпы жылы жерді ұнататын гүлдердің қатарынан. Жаздың күні далаға шығарып қоям, бірақ 40 градустықта күннің көзінен алып тастаймын. Гүлі өте әдемі болып өседі.
кей кезде бір гүлін ұзақ уақыт ұстайтыны бар, негізі қатты ұзақ уақыт ұстамайды. Шөлдеп қалса да гүлін тастап жібереді, шөлдеп қалса да жапырағын тастап жібереді. Сосын жиі тыңайтқыш құйғанды ұнатады, себебі біздің местный гүлдер емес, шетелдің гүлі болғандықтан жылы жақты жақсы көреді, және тыңайтқыш көбірек құйса гүлдері жақсы гүлдейтін болады. Мен күншығыс тереземде күн тіке түсетін терезем бар, сол жақта орналастырып қоямын постоянно, осылай гүлдеп қуантатын болады. Бірақ астынан жаңағы гүлдеп болғаннан кейін гүлдерінің мұсырын тазалап аламын. Ал мынау бугенвилиям гүлдеп бастады, қалың гүлдеген, бірақ жапырақсыз гүлдеп жатыр. Яғни жапырағы аз, гүлі көп болып жатыр жапырағынан. Тыңайтқыш беріп тұрамын. Тыңайтқыштардың түрлері осы менің парақшамда бар, әртүрлі астында қалай қолданатыным да бәрі бар, көріп шықсаңыздар болады. Ал мына жерде бугенвилияның гүлін кесіп тастап тамырлатуға қоямын, себебі бугенвилиялардың гүліне күшін жұмсап тамырлауы өте ұзақ болады. Жалпы бугенвилиялар тамырлауы өте қиындау гүлдердің қатарынан. Мені байқасаңыздар, мына ақ түсті бугенвилиям гүлін тастайтын уақыты болып гүлін тастап еді. Қараңыздар, горшок үшін бәрі гүл болып, яғни мусор болып қалды. Осылай гүлдеп болғаннан кейін гүлін тастап, андысын жапырағын тастап тұрады. Ал мына жерде жаңағы тамырлатуға қойған бугенвилия гүлім тамырлап бастап келеді. Оны қайдан білдім десеңіздер, ақ бүршік атып тұр, сол жерде тамыр жарып шығатын болады. Осындай бугенвилия гүлдерін қысқа етіп ағаштан кесіп алып, осылай тепличкаға, стаканға тамырлатып шықсаңыздар, вермикулитке де болады, болмаса топырағына вермикулитті көп мөлшерде қосып тамырлатсаңыздар тамырлайды. Бірақ та бугенвилиялардың тамыры стакан шетінен байқалмайды, астынан байқайсыздар. Стаканның асты жағын көтерсеңіздер, тамыры ең бірінші асты жағынан білініп бастайды. Ең бастысы жылы жерді тамырлату керек. Бугенвилияны өсіремін десеңіз, жылы жер сақтау керексіз, жылы жерде өсіру керексіз. Астында менде теплый полда жақсы тамырлайды қыстың күні. Негізі бугенвилия гүлін тамырлатамын десеңіздер, көктемде тамырлатсаңыздар болады. Күздің күні тамырлауы аз, себебі қыстың күні жарық аз болып қалады. Бұларға жарық қатты талап етеді, және жылы жерде тез тамырлататын болғандықтан көктем күні, жаздың күні тамырлатуға кеңес беремін. Өзімнің тәжірибемнен айтып жатырмын, себебі күзде тамырлатуға қойғандарымнан көп проценті тамырлатмай қалды. Бірақ та осы бугенвилия гүлін күздің күні кесіп тастауға кеңес беремін, себебі бугенвилия гүлдері қысымен әл жинап, көктемде сонда жақсы гүлдейтін болады. Бугенвилия гүлін тамырлату үшін тамырлатуға арналған порошок күйінде немесе радигрин деген сұйық түрінде тамырлатқыш пайдалансаңыз болады. Радигрин деген жаңағы батырып алып бар таяқшаны тамырлатуға қоясыз, себебі тамырлатқышсыз тамырлау өте жиі. Бал сияқты болады радигрин деген. Жай тамырлайды бугенвилиялар, қиындау тамырлау. Ал мына жерде менде сингонимның сорттары тамырлағандарын стаканға егіп қойғам, горшокқа егіп қойғам, ал біразы тамырлатуда тұр. Кейбіреуі тамырлаған, кейбіреулері тамырламаған. Қараңыздар, жаңа айтқандай, жаңағы сингонимдар өте тез тамырлайды. Отростка сатуға өте ыңғайлы гүлдердің қатарынан. Номер 1 десем де болады осы сингонимдарды тамырлату жағынан. Жарық жеткіліксіз болса, жапырақтарындағы дақтары өзгеріп кетуі мүмкін, сондықтан жарық жеткілікті жерге қоямыз. Мына жерде менде Monstera Monkey Mask бір жапырақтан кесіп қойған болатынмын. Негізі бір жапырақтан кесуге кеңес бермеймін, өте ұзақ тамырлайды және әлсіз болып тұрады. Бір жапырақты сабағымен қосып алыңыздар, бірақ өте
үлкендеу сабақ қосып алыңыздар. Ал мына жерде менде альтернатора деген гүл, жаңа айтқандай, өте жапырағының түстерінде осындай розовый түс қосылған болады. Кейде жарық жеткіліксіз болса, осындай розовыйын жоғалтып, жасыл түсті болып қалады. Бұл альтернатора деген гүл тоже сұранысқа ие гүлдердің қатарынан, себебі менен көп сұрайды осы розовый гүлінен отростка бар ма деп. Себебі өзінің розовый түсімен ерекше көзге түседі. Мен де өзім осы розовый түсіне қызығып алған болатынмын. Тамырлауы өте жақсы, тез тамырлайды. Бірақ жаңағы многолетник дейміз ғой, үлкен болып өсетін гүлдердің қатарынан емес, жаңартып отырмасаңыздар түрі қашып, сүйкімсіз болып кетеді. Егерде осы розовый түсін көремін десеңіздер, барынша жарық жеткілікті жерге қойсаңыздар, бір азанғы 1-2 сағат күн түсетін терезеге қойсаңыздар, өте жаңағы розовый түсін беріп әдемі болып өседі. Міне осындай етіп отростка кесіп алдым. Бас жағынан кесіп алып қалыңдатпаса, осылай тіке жоғарынан өсіп кететіні бар. Сондықтан бас жағынан кесіп алып, астыңғы 2 жапырағын алып тастап, суда тамырлатуға қоямын. Мен бұл альтернатора гүлін топырақта да тамырлатып көрдім, бірақ маған суда тамырлатқан ыңғайлы болды, себебі тамыр жүйесін көремін. Мына шоқиып тұрған артық жапырақтарында кесіп алып тастаймын. Бір жапырақтан тамырламайды, ол жай әдемілік формасын сақтау үшін кесіп шығарып жатырмын формасын. Ал мына кескенімді суға тамырлатуға қоятын болам. Бұл менде клиенттің заказы. Осындай ерекше гүлдерге заказ көп түседі менде. Осы альтернатораны тамырлаған нәтижесін көрсететін болам. Тамырлаған кезде міне осылай әппақ, өте нәзік тамыр болады. Бетінен теплица жасап қоямын. Жай тамырлап келатыр екінші отростка. Жалпы альтернатора гүлін кездессе алсаңыздар болады. Суреттегідей жапырақтары түсі розовый ерекше болып береді, бірақ кішкене күтім талап етеді. Жаңартып тұру керек, жарық жер қажет, бірнешеуін бір горшокқа егіп тұру керек. Жапырақ тастайтыны әдеті бар кейде. Міне бір жарық әдемі түссе, бір жаңағы суреттегідей болып әдемі болып кететіні бар. Ал жарық жеткіліксіз болса, ана екеуі ұқсап жасыл жапырақты болып қалатын да әдеті бар. Сондықтан, егерде жарық жеткілікті терезем бар, күтім талап жасай алам десеңіздер, осылай өсіре алам десеңіздер, әдемі етіп, мен құсап өсіре алам десеңіздер, онда осы альтернатора деген гүлді іздеп тауып ексеңіздер болады. Тамыр жүйесі ақ, өте нәзік болып келеді, бірақ стакан сыртынан жаймен көрінетін болады. Өскен соң әдемі болып өседі. Әзірге кішкентай отростка балапан. Суды жақсы көреді негізі. Топырағының беткі жағы құрғады, суғарамыз. Шөлдеп қалса, жапырағын төмен тастап салбырап қалатын әдеті бар. Мына жерде менде клиенттің заказдары кетіп жатыр. Жапырақтары қызыл түсті болып, әдемі болып өсіп жатыр. Жалпы ұрықтан егуге болады деп естідім, бірақ мен әлі ұрықтан өсіріп көрмедім. Кішкене етіп осындай отросткасын сатып алған болатынмын. Сөйтіп өсірген болатынмын. Сөйтіп қаншама одан көбейтіп, қаншама заказ жасадым. Және жақсы өсіре білдім деп ойлаймын, себебі көп деген клиенттерді осылай өсіріп, салып жіберіп, осылай қуанып жүрдім. Себебі альтернатора деген гүл көп дүкенде кездесе бермейтін ерекше гүл болғандықтан, жаңағы сұранысқа ие гүлдердің қатарынан. Бірақ кішкене күтім талап ететіні бар енді. Күтім жасай алсаңыз, өсірсеңіз болады. Ал кеттік мына жерде енді менде малачай гүлім ауырып тұрған болатын. Осы малачай гүліне мен артық су құйып жібердім. Яғни су құйып жібергеннен тамыр шіріп, жапырақтары, сабақтары бәрі қарайып жатыр. Енді оны аман алып қалу мақсатында тамырын ашатын боламыз және шіріген жерлерін бәрін, тамырын бәрін тазартатын боламыз.
міне атроска кесіп алып қалдым. Егер де анау сабағы жарамаса, осы атроска аман алып қалса, басынан бастап өсіру мақсатында, тұқым алып қалу мақсатында осы атросканы кесіп алып қалып жатырмын. Осы сабағы қаттылау жері, сабағы қатты жерінен алып қаламыз. Ал мына жақта уже сабағы қарайып кеткен, босап кеткен жерін кесіп тастаймыз. Малачай гүлі суды көп құйғанды ұнатпайды. Егер де топырақта дымқылдық тұрып қалып, үстінен тағы мен құсап, шөлдеді-ау деп су құйып жіберсеңіз, онда осындай қарайып кету қаупі бар. Сондықтан топырақты толық құрған кезде құйыңыздар. Осылай қатты жерінен атроска алып қалып, босап кеткен, жұмсарып кеткен жерлерін бәрін тастайтын боламыз. Тамырын ашып көреміз. Тамыры қандай болды екен. Егер сабағы қатты болып, тамыры шірімеген, сау болып жатқан жағдайда аман алып қалуға болады. Ал егер сабағы жұмсарып кетіп, босап кетіп, тамыры да шіріп кеткен жағдай болса, онда жаңағы сақтап қалуға болады. Мына жерде 50-де 50, яғни тамыры кішкене бар екен, сабағы жаңағы жағы қаттылауда, жоғары жағы босап бастаған, яғни жоғары жақтан босап тұр, ал тамыры кішкене бар, енді 100% шіріп кетпеген. Міне босап кеткен жерлердің бәрін алып тастап жатырмын. Тамырында шіріген тамырларын тазалап, қазір кішкентай тар горшокқа егіп аман алып қалуға тырысатын боламын. Ал мына екі атроскасын суда тамырлататын боламын. Ал мына жерде менде гипоэстес деген гүл. Гипоэстес деген гүл дүкенінде онша кездеспейтін болады, бірақ ұрықтан ексеңіздер 100% шығатын гүлдердің қатарынан тез шығады. 3 күнде шығатын, жаңағы калеус гүлдері сияқты тез шығатын гүлдердің қатарынан. Өзінің бір жапырағында бір дақтары бар, қызыл точка сияқты, лак жағып қойған сияқты. Сонысымен ерекше, және менде бірінші рет гүлдеді. Неше жыл мен гипоэстесті өсіріп жүрмін, бірақ жаңағы гүлдегені бірінші рет болды. Мына қазір видеоны жақындатып көрсететін болсам, бір өзінің жапырағында лак жаққандай бір қызыл ала дақтары бар. Және бір дақтарының ерекшелігі жапырағының үсті жағында жағылып тұрған сияқты болып тұрады. Сонысымен ерекше. Бұның әртүрлі түстері, әртүрлі сорттары бар. Мына тамыр жүйесі горшокқа қысылған кезде гүл гүлдейді. Яғни күшті жоғары қарай жібереді де гүлдейді. Сол тамыр горшок тар болғандықтан гүлдеді деп ойлаймын. Себебі мен оның алдында кең горшоктарға пересадка жасап жүргенде менде көбіне гүлдемейтін, бұл жолы тар горшокта өсіріп едім. Гүлдеді. Гүлі өте ерекше, фиолетовый, өте нәзік гүл болды, бірақ гүлі жаңағы ерекше болғанмен, өзі бір редко гүлдегенмен гүлі ұзақ тұрмайды екен. Ары кетсе бір апта көлемінде гүлдеп тұрды. Осылай фиолетовый майда гүл болып, одан кейін түсіп қалды. Күтіміне келетін болсақ, жарықты талап етеді және суды жақсы көреді. Бұны топырағын беткі жағы құрғады болды, су құя беру керек. Шөлдеп қалса төмен тастап қалады. Яғни жапырағы жұқа болғандықтан жаңағы суды көп талап етеді. Сонымен қатар, егерде жаңағы атроскасын қалай алады деп сұрасаңыздар, өте қысқа етіп кесіп, суда тамырлатса, тез тамырлайтын гүлдерінің қатарынан. Жалпы колеус деген гүл бар ғой, калеус. Сол гүлге ұқсайтын сияқты, шөлдеп қалатыны, тез өсетіні, жапырақ тастайтыны, сарғайтып шөлдеп қалса. Сосын жаңағы тез тамырлайтыны да сол колеус гүліне ұқсайды. Және ұрықтан жаңағы гипоэстес деп гүл дүкенінен ұрығын алсаңыздар, 4 түрлі түсі бар. Жаңағы 4 түрлі түсінен бір горшокқа ексеңіздер өте әдемі көрінеді. Сонымен қатар мына жерде менде бегония. Бұл бегония тигровая бегония деп айтылады. Атроска кесіп алдым, қазір тамырлатып нәтижесін көрсететін боламын. Осылай 3-4 жапырақтан кесіп алған өте ыңғайлы. Әйтпесе негізі бір жапырақтан да көбейтуге болады.
бұл бегониялардың барлық сорты бір жапырақтан көбейе береді. Жапырақтары өте ерекше, пластмасс сияқты жап-жасыл болып тұрады. Сонысымен әдемі, суға тисе тез тамырлайтын гүлдердің қатарынан. Жалпы бегониялар тез тамырлайды және бір жапырағы арқылы көбейеді. Егер гүл көбейтіп, мен сияқты атроскамен айлансам десеңіздер, жаңа коллекцияларыңызға бегонияны қоссаңыздар болады. Себебі бір жапырағынан 4 атроска шығарып жасауға болады. Сонысы жақсы. Бір жапырақты лезвиямен 4-ке бөлсеңіздер де болады. Мен осылай қысқа етіп кесіп алып, суда тамырлатам. Жалпы маған суда тамырлатқан өте ыңғайлы. Мына фиалка гүлін бір жапырақтан тамырлатуға қойған болатын, әлі тамырламады. Себебі жақында тамырлатуға қойдым. Ал мына бегонияның нәтижесін көрсетіп жіберейін. Мұны тамырлады, бірақ тамырлары өте қысқа, майда ақ тамыр болады. Мұны мұртша сияқты жай тамырлап тұр. Сондықтан осылай тамырлары қысқа болады. Стаканға еккенде де сондай тар горшок кею керек сол үшін. Ал мына жерде менде ипомея батат деген гүл. Бұл ипомея бататты көбіне далаға өсіреді. Далада жақсы гүлдейді, далада тез өседі. Себебі тез өсетін гүлдердің қатарынан формасын шығарып тұру керек. Ал тамырлауын айтсам, сөз жоқ. 3 күнде тамырлайтын гүлдердің қатарынан ең гүлдерді тамырлатқыш тамырлатқыш дейміз ғой. Басқа атроскалар тамырлатамай жүрсеңіздер, қасына осы ипомея гүлін тамырлатуға салып қойсаңыздар, әсері болып, ана жанындағы тамырламай тұрған гүл тез тамырлап кетеді. Себебі 3 күнде тамырлайтын гүлдердің қатарынан. Егер де осы атроска сататындардың ішінде қандай гүл алып сатсам болады, және басқа кісілермен айырбастап алсам болады десеңіздер, осы ипомея батат деген гүлді өсіруге кеңес беремін. Себебі тез өседі, тез тамырлайды. Бірақ жаңағы осылай өсіп кететіні бар енді. Фигурасы кетіп қалатын, формасы кетіп қалатыны бар. Оны кесіп, тамырлатып, бірнешеуін бір горшокқа егіп отыру керек. Астынан жапырақ сарғайтып жіберетіні бар, қатты шөлдеп қалса көбіне. Менде көбіне тар горшок жеңіл топырақ болғаннан кейін шөлдеп қалып, осылай астынан жапырақ шығарды. Сарғайтты, бірақ сарғайған жерінен еш уайымдамаймын, сабақ жіберіп қалыңдап түседі. Міне осылай сабақ жіберіп қалыңдайды. Өзі сияқты, жапырағы сияқты фиолетовый түстес қоңырау шағейін гүл ашады. Менде гүлдеді, өте әдемі болады гүлі, бірақ гүлі қатты ұзақ тұрмайды. Ең бастысы тар горшок болса болды. Бірақ жиі горшок ауыстырып отыру керек. Кескеннен ары қарай жақсы шығып бастап жатыр. Формасын шығарып кесіп тастаймын мен аямай кесіп тастағанды суда тамырлатып алып, басқа горшокқа егем, көктемде жазда далаға егем, және кейбіреуін сатып жіберем, артығын басқа кісілермен гүлмен айырбастап аламын. Жапырақтары осындай 5 жұлдыз сияқты өте ерекше болып тұрады, және жапырақтарының түсі де ерекше байқасаңыздар, және жапырақтарының асты жағы тегі фиолетовый болып жарыққа әдемі көрінетін болады. Қараңыздар жапырақтарын. Осы сонымен қатар осы ипомея гүліне жасыл түсі де бар екен. Сосын сонымен қатар ипомея гүліне белокрылка деген өте өш келеді. Сондықтан белокрылка түсірмеуге тырысыңыздар. Жиі шашып, су шашып, обработка жасап тұрыңыздар. Ал осы тамырлап тұрған ипомея бататты атроскаларымды егетін боламын. Жеңіл топыраққа егетін боламын. Жекелеп стаканға егемін. Мына кісі, мынау бір кісінің заказы, уже тамырлары көрініп бастаған кезде уже заказдарын жібере беремін. Себебі өте тамырлап тұрғанда жақсы өсіп кете алатынына көзім жетеді, және ол кісіге де тамыры міне жақсы дамыған деп көрсетіп беремін. Стаканның астын міндетті түрде тесеміз, артық су ағып кету мақсатында, және топыраққа, универсальный топыраққа агробальт, сонымен қатар кішкене аула топырағын араластырсаңыздар да болады. Жақсы өседі, және қатты жеңіл топырақ болмайды, шөлдеп қалып жапырағын осылай сарғайтпайтын болады.
Міне сарғайған жапырақтарын алып тастап, тамыр жүйесі жақсы дамығанда осылай бір қасық стаканның астына топырақ салып жіберіп еге береміз. Егер топырақтарыңыз ауырлау топырақ болса, дренаж жасағандарыңыз жақсы, тас па, пенопласт па. Егер топырақтарыңыз жеңіл болса, дренаж қатты қажет емес. Осылай жеке-жеке стаканның астын тесіп, жекелеп отырғызып қойып, жаңағы дайын болғанда сатылымға шығарып жүрмін. Немесе клиенттеріме заказдарыңызды алып кетіңіздер деп жазып алған клиенттеріме бір ауыз ескертемін. Жалпы тез өсетін гүлдердің қатарынан және тез тамырланады. Егер де бір ерекше гүл өсіргіңіз келіп іздеп жүрсеңіз, осы ипомея гүлін алып өсіріп көрсеңіздер болады. Жазда далаға өсіресіздер, қыстай атроска алып қалып үйде өсіресіздер, және бүйтіп гүлдетіп, пышне қылып, әдемі қылып өсіріп бір горшокқа егіп, таныстарыңызға сыйлық ретінде берсеңіздер де қуанып қалады. Гүлді жақсы көретін адамдар жалпы атроска сыйласаңыздар да өте қуанып қаламыз біз. Ал мына жерде менде дифенбахия дегеннің бүйтіп үлкен болып өсетін сорты емес, бұл дифенбахияның камилия деген сорты. Камилия деген сорты средний калик болып өседі, яғни гигант сорт емес, жақсы өседі. Бірақ дифенбахияның бір жаман қасиеті бар, ол улы. Яғни үйдегі бала аузына жапырағын салып қоймау керек, және сонымен қатар үйдегі жаңағы жануар, мысық тістеп жапырағын шайнап қоймаған дұрыс. Және гүл еккен кезде жаңағы осы именно дифенбахияның сөлі қолыңыздағы кесілген жара үстіне таматын болса, ашық жараның үстіне таматын болса, жараңызды ашып ушықтырып жіберуі мүмкін. Сондықтан жаңағы бұл дифенбахия гүлін өсіріп, ары-бері пересадка жасайым, кесіп атроска алам десеңіз, перчаткамен жұмыс жасағаныңыз дұрыс. Осылай тар горшок жақсы көреді. Егер горшоктар үлкен болса, дифенбахияның астынан жапырақ сарғайта беретін әдеті бар. Мына ауырып тұрған дифенбахияны мен алдында кесіп емдеп, стаканға еккен болатын. Енді стаканнан тамыр жүйесі толған кезде, дамыған кезде, жаңа жапырақ ашып бастаған кезде барып үлкен горшокқа ауыстырамын. Жапырақ астын неге көрсетіп жатырмын? Бұл дифенбахияның жапырақ астына паутиний клеш деген шіркей көп түседі. Сол шіркейдің арқасында сөлін сорып тастайды да, жапырақтары сарғайып түсетін әдеті бар. Оны көбісі жапырақ астын байқамайды, жапырақ астына су себе бермейді. Сондықтан паутиний клеш ауа құрғақ жерде жүреді. Осындай жерінен атроска кесіп алып тамырлатсаңыздар болады. Үстінен бір жапырақтан көбеймейді, сабағымен қосып алсаңыздар көбейеді. Жалпы дифенбахия гүлдері күтімді талап ететін гүлдердің қатарынан. Жарық жеткілікті жерге қоясыздар, суды қатты шөлдетіп барып суғармайсыздар. Топырағын беткі жағы құрғады болды, суғарасыздар. Бір 80%, 90% құрғағанда құясыздар. Қатты шөлдеп қалғанды ұнатпайды. Жалпы шылқытып суды құйып жібергенде де ұнатпайды. Сондықтан топырағын 80-90% құрғатып барып құйыңыздар. Ең бастысы тар горшок болса, тар горшокта жақсы өседі. Сонымен қатар дифенбахияны кішкене күтім талап ететін болғандықтан, жаңадан гүл өсіріп бастаған кісілерге кеңес бере алмаймын. Себебі кішкене үйреніп барып, гүл өсіргенде үйреніп барып өсіріп көрсеңіздер болады. Егер де жаңа жапырағы сарғайып жатса, жаңадан шыққан жапырағы сарғайып жатса, онда тамыр ашып көру керексіз. Қош сау болыңыздар.